Ассаламалейкум, амансыздар ма, оқырмандарым. Бүгін мен Poraveri компаниясы туралы біраз мәлімет беріп кетейін. Poraveri компаниясы 1978 жылы дүниеге келді. Оны негізін қалаушы Рекс Монт, Америка азаматы, өзі биолог. Осы алоэ өсімдігін зерттеп, адам ағзасына өте орасан зор пайдасы бар екенін көз жеткеннен кейін осы Poraveri компаниясын ашады. Одан алдын ол жаңағы үлкен плантация жерлерді сатып алады. Оны аспан мен жермен сатып алды десе де болады, өйткені аспаннан самолет, вертолет ұшпайды, жерден көліктер жүрмейді. Бұл экологиялық таза, табиғи өнім деген сөз. Ешқандай химикат, ауа арқылы да бармайды. 168 мемлекетте тіркелген. 168 мемлекетте 10 миллион халық бұны тұтынушы. Әрі әріптес жұмыс жасайды. Қанша адамдардың жаңағы жағдайын түзеп жатыр, қанша адамдардың денсаулығын түзеп жатыр. Оның ішінде Қазақстан енді 2005 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 2005 жылдан бері, ойлаңыздар, 20 жылдан бері. 20 жылдың ішінде қанша қазақстандықтардың, қазақ бауырларымыздың, басқа ұлттардың жаңағы денсаулығын түзеп, жағдайын түзеп келе жатқан компания. Бұл өте керемет компания, өйткені ешқандай жаңағы не десем екен, биологиялық таза өнім ғой енді. Мен өзім оны пайдаланып, осы дәлелім көзім жеткеннен кейін осы мәліметтерді айтып жатырмын. Өйткені мен 2 жылдай денсаулығым болмастан сондай осы компанияны кездестіріп, осы өнімдерді, алоэ өнімін жаңағы басқа өнімдерді, енді аттар есімен шығып тұр. Сондай өнімдерді қолданып, негізі мен көбінесе алоэ согын қолдандым. Ол енді денедегі шлактарды тазалайды, қандардағы токсин заттарды тазалайды. Жаңағы мен енді бауырда, шекте, содан кейін жаңағы асқазанда, ұйқы безде болды ғой. Содан кейін жүрегім шаншып тұратын. Солардың бәрінен айықтым, Құда қаласа, әзіргі уақытта мені алдарыңызда сөйлеп, беймарал жүріп жүрген халге жеттім. Құда қаласа, келіңіздер, менің телефон нөмірім 776-365-0825. Бірге жұмыс жасайық. Бұл жерде ақша да бар, саяхат та бар, Құда қаласа, денсаулық түзету де бар, барлығы бар. 3 бағытта жұмыс істейді компаниямыз. Келіңіздер, Құда қаласа, біздің командаға қосылыңыздар. Ассаламалейкум.